Барлықтарыңызға сәлем. Ана мен бала арнасына қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Яғни жеке көзбе-көз көріп тұрмасақ та, экранның ар жағындағы бүкіл қазақ еліне, қазақ жұртына, қыз-келіншектерге жалынды сәлем. Біздің каналдың жазылушыларына мың алғыс. Біздің бейнеролик бұдан кейін аптасына 2 рет шығып тұрады. Қолдан келгенін жасаймын. Бүгінгі бейнероликтің тақырыбы адамның бақытқа жету жолындағы кедергілері. Яғни қандай жайттар адамның бақытты болуына өзінің кері, пайдалы емес, зиянды әсерін тигізеді. Егер сіздерге қызық болса, роликті аяғына дейін көріңіздер. Мен оны көптеген қазақ қана емес, шет елдің психологтарын тыңдай отырып, газет журналдарды оқи отырып, үлкен кісілердің ақыл кеңестеріне Миша, баспа, тартпа, ұрсат папа. Ақыл кеңестеріне құлақ аса отырып, өзімнің өмірде алынған тәжірибелерім бар, соның барлығын топтап, саралап, сіздерге ұсынғалы отырған адамды қабыл алыңыздар. Яғни ереже десем де болады. Біріншісі, көбінесе қыз-келіншектерге байланысты деп айта аламын. Ол басқа адамдардың сіз туралы ойы. Мейлі ол туған туыс болсын, өзіңіздің жолдасыңыз болсын, болмаса ата-анаңыз болсын, көршіңіз болсын, танысыңыз болсын, танымайтын адам болсын, көбінесе біз басқа адамдардың ойын оқығымыз келіп, біз туралы не ойлады, мені жақсы түсінді ма, мені жақсы көре алды ма, мен бір ұятқа қалған жоқпын ба деген ойлар мазалап, көбінесе өзіміздің баға жетпес уақытымызды, энергиямызды, күшімізді сондай керек емес нәрселерге бөліп жатамыз. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Басқа адамның ақылын тыңдау керек, бірақ соңғы шешімді әр адам өзі қабылдау керек. Өйткені екі адамның ұқсауы мүлдем мүмкін емес жағдай. Сізге ұнаған нәрсе басқаларға ұнамауы ол заңдылық. Онымен толықтай келісу керек, оны қабылдай білу керек менің ойымша. Яғни сіз өзіңіздің арманыңыздан ұялмаңыз. Егер де сіз бір басқа адамдарға сіздің арманыңыз күлкілі көрінсе, ол сіздің мәселеңіз емес, ол басқа адамның мәселесі. Яғни ол сізді тура осы күйінде қабылдай алмай тұр. Ол оның қателігі деп түсініңіз. Ал сіз арманыңызды ешқашан біреуге таптауға, күлуге, менсінбеуге жол бермеңіз. Өйткені сіз тұлғасыз, ешкімге ұқсамайсыз. Сізге 100% ұқсайтын бұл өмірде адам әлі туылған жоқ, туылмайды да, туылған да емес. Соны естен шығармаңыздар. Екінші, адамның бақытқа жету жолында кедергі келтіретін екінші мәселе ол ашу мен ыза. Ашу деген, өздеріңіз білесіздер, іштей жегідей жейді. Тағы да айта кетсем, энергияны құртады. Бүкіл күш жігеріңізді, көңіл күйіңізді, яғни кейде қатты ашудың өзі денсаулыққа да кері әсерін тигізіп жатады. Сондықтан егер де сіздің жаныңызға бататын сөздер болсын, сізді қорлайтын адамдар болсын, олардың іс-әрекетін қалай қабылдау өзіңізге байланысты. Ол адамды аяп, егер сізге бір әдетсіздік жасалып жатса, ол адамды аяп түсінуге тырысыңыз, тікелей қабылдамаңыз. Ол адамның кемшілігін сол күйінде қабылдап, лажы болса ішкі жан дүниеге қарай ашуды, ызаны, ренішті жинай беруге болмайды. Одан ешкімнің ештеңесі кетпейді, өзіңіз ғана зардап шегесіз, өзіңіздің денсаулығыңыз құриды. Сондықтан тек өзіңіздің қолыңызда. Екі жол бар, екі нұсқа бар. Бірінші нұсқа ашуды ішке жіберіп, жегідей жегізу, денсаулықтан айырылу. Екінші жолы ол сізді ашуға кенелткен адамды кешіре отырып, қалай айтсам екен, бір ашу мен өзіңіздің организміңіз арасында бір қорған тұру керек. Сол қорғаннан бері қарай өткізбеңіз, өзіңізге жаман болады. Менің айтарым сол. Ал үшінші бақыт жолына кедергі келтіретін жағдайдың бірі тағы да қыз-келіншектерге көп байланысты, сырт келбетке деген, қалай айтсам екен, уайым. Яғни
қазір сұлулық индустриясы қыз-келіншектердің құлағына, санасына күніге күн санап, сағат санап, секунд санап неше түрлі сән түрлерін ұсынуда. Киімді қойшы, сырт бейнеге келгенде де осындай пішінді бет сәнде соны естіп алып қыз-келіншектеріміз барады да, яғни ол ең ауыр түрі деп айта алатын едім, пластикалық хирургияның көмегіне жүгінеді, болмаса өзінің бет пішіні сол стандартқа сай болмаса, пластикалық хирургияға ақшасы жетпесе, ол соны уайымдап, көңіл күйі болмай, өзін табиғат берген сұлулығымен қабылдай алмай жатады. Ол да бір өкінішті жағдай. Одан да адам бақытты деп айта алмаймын. Қанша сұлу болғанмен өзіңді сол күйінде табиғат берген ерекше сырт пішініңмен қабылдай алмасаң, сен бақыттысың деп айта алмаймыз. Сондықтан әрине сырттағы бір сырт пішінде кемшіліктер болып жатса, оны өзгертуге болады. Кемшіліктерді жасыруға болады, бірақ бүкіл бет пішініңді модаға байланысты, басқаларға ұнау үшін, басқалардың ойы үшін мүлдем өзгертіп тастау қате пікір деп түсінемін. Косметиканың көмегімен, күнделікті күтімнің көмегімен Құдай берген сұлулықты сақтап қалуға барынша, оған мен қарсы емеспін, бірақ өзгертуге мен қарсымын. Көздің формасын, ернің формасын, беттің формасын өзгерткісі келіп, өзгерте алмайтын болса, өз-өзін кінәлап жатқан қыз-келіншектерді көріп жатырмыз. Тек қана теледидардан емес, шын өмірде де ондай қыздар бар, әрине өкінішті. Моданы шығарған кім? Яғни сәнді. Ол да біз сияқты екі аяғы, екі қол бар кәдімгі адам. Мода деп өзіңіздің ерекшелігіңізді жоғалтып алмаңыз. Ал сонымен құрметті қыз-келіншектер, каналға тіркелушілер, менің бұл бейнеролигім ұнады деген үміттемін. Әрине бұл менің жеке ойым. Сіздердің ойларыңыз басқаша шығуы заңдылық, мен онымен келісемін. Егер алып қосарларыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын, жауап беремін. Келесі бейнероликте кездескенше барлықтарыңызға сау саламат тілеймін.